Тұр міне, ол өмірің басталғалы, еркіндік еркелігің тасталғалы, көтеріп жас отаудың керегесін, бірлесіп жанұяның бастар шағы. Тілегі ата-ананың тағың болар, батасы ел жұртыңның бағың болар. Ойланып ақылыңмен жүрек болсаң, Құдайым ниетіміз қабыл болар. Армысыздар, дүйім жұрт, үлкен әулет, жүрегінде дәл осы әулеттің қуанышына тілегін арқалап келген, лебізін жеткізем деп алтын уақытын арнаған құрметті біздің Жеңісхан құдамыз бен Дәкен құдағиымыздың үлкен сыйлы қонақтары, баршаңызға той құтты болсын. Өте толқып тұрмыз, өйткені мен осы шаңырақтың бір құрсақта 3 бала дүниеге келсе, соның тұңғышы, төл басы мен болам. Еламаным менің артымнан ерген бауырым, қос қанатым біреуі сіңілім, біреуі бауырым, біреуі інім деймін. Олардың өміріндегі тарихи оқиға менің де өмір кітабындағы бір елеулі сәт. Сондықтан қалай толқымай, бүгін енді барлық эмоция жарасымды деп есептеймін. Жаным бауырым, қолыңа қондырған құсың бақытты болсын. Сен расымен де бір қыздың маңдайының жұлдызын жағатын ізетті, парасатты, қамқор, адал азаматсың. Ал енді Еламанды келіп мақтап жатыр демеңіздер, біздің іңкәр қызылдан қызылға оқығанбыз ғой. Балабақшада қандай, мектепте қандай, университетте қандай, енді келіндіктің де мектебін қызыл деген дипломмен атқарады деп ойлаймыз біз. Анашымызға айтар алғысымыз шексіз. Анашымыздың қолын жылы суға салып, екі қайнапасы келген кезде ыстық шай берсе, болды, одан асқан не бар? Сол құрметтің қалай жылдап жалғастырып, екеуі армандаған үлкен әулеттің отағасы мен отанасы болуына шын тілекшіміз. Бүгін бек қуаныштымыз. Біздің құдамыздың жүзінен бір әлемі күлкі кетпейтін, сондай бір мейірім төгілген азамат екенсіз. Маған қарап тамсанып отырмыз. Ананың жүрегіндегі толқынысы жүзінен ақ көрініп тұр. Оған да бәрі бүгін жарасымды. Сондықтан жүректеріңіздегі мәпелеп өсірген қыздарыңызды сенім артып, аманат етіп, алақанымызға салып жатсыздар. Көп-көп рахмет. Алла қаласа тек қана біздің жақтан жағымды жаңалық болсын дейік. Мен қазір көп сөйлет демеңіздер. Күләш Ахметованың екеуіңізге байланысты деген бір шумақ өлеңін оқып берейін. Құрметті Еламан, қымбатты, аяулы, біздің аттағымыз, кішкентайымыз, іңкәш. Екеуіңізге байланысты дүние, күннің моншақ тізбегін таспен емес толтырудың жақытпен, сонда ғана табарсыздар асан толпар уақытта ем. Қуантуға болады екен адамды жүзіктің бір көзіндей болар-болмас бақытпен. Екеуіңізге байланысты, мысалы, әрбір күннің соғатын жетпей тұғын бағатым, минутымен сағатын сыйластыққа толтырып қақтыру, бұл өмірге құштарлықтың қанатын. Екеуіңізге байланыссыз ғаламда күн батады балқытпен, таң атады тәртіппен, жұлдыздардың өзінде жүйелілік бар тіптен. Сіздер солардан сабақ алып шалқып кең, кешіруге тиіссіздер, болып жатса артық кем. Екеуіңізге байланыссыз әрине, дүниенің желі менен жаңбыры, жарқыраған таң нұры, бар бояу даланың ағаштардың ашылатын бар бірі. Сіздер қандай болсаңыздар да, мәңгі терең мұхиттар, заңғар таулар мәңгірі. Екеуіңізге, тек екеуіңізге байланысты ғаламда сіздер ұрған шаңырақтың тағдыры. Құдағи, бүгін біздің құдамыз бен құдағиымыздың дастарханына жиналған тойшыл қауым. Мынау бүгін қыздарыңыз іңкәrdайды біздің қолымызға, өз еліне, өз жұртына шағып салғалы отырсыздар. Қазақтың ежелден келе жатқан тәртібімен, сыйымен, құрметімен, бағана үйде өзімізге тиесілі құда мен құдалардың арасында болатын сый құрметтің бәрін атап өткіздіңіздер. Өте жақсы көңілде, жақсы ойдамыз. Енді міне көпшіл ағайынды жинап, сол ағайынның ортасынан қыздарыңызды бізге ұзатып бергелі отырсыздар. Сіздерге әрқашан осындай туыстарыңыздың арасында мәртебелеріңіз жоғары болсын. Әрқашанда сыйлы болыңыздар. Мына екеуіңізге қарап, біздің Раушан тәтемізге қарап, біздің ұлымызбен іңкәrdайымыз Құдай қаласа, осы ата-аналар
елдің ортасында абыройлы сыйлы болсын. Еламан жаным, мен толқып тұршым ендеше. Балапаным, іңкәртай екеуіңе бақыт тілеймін. Мына қолыңа қондырып отырған құсың әрқашанда серігің болсын. Екеуің қол ұстасып, мына өмірдегі теңізді бірге жүзіп, екеуің қол ұстасып өмір сүріңдер. Біз әрқашанда Раушан Тәтеева мына жерде ағайын бар, ата-аналарың бар. Осы сендердің бақыттарыңа тілеулес болып келіп отырған осы жердегі ағайын бар. Бәріміз сол күндерге, сол осы тілеуімізге Алла тағалам жеткізіп, сол күндерге жетуге Алла тағалам нәсіп етсін деймін. Балапандарым, сендерге тек қана бақыт тілеймін. Сендерде бәрі бар. Ана да бар, әке де бар, туыс да бар, қамқор әпкелерің де бар, ағаларың да бар, көкелерің де бар. Екеуіңнің бақытты болмауға хақларың жоқ. Мен сендерге бақыт тілеймін. Бақыттың ішінде бәрі бар жандарым. бақытты баянда өмір кешсін, тойларыңыз той қыласын, Еламандай бауырымыздың бақыты баянды болсын, Гүлнәрдің жақсылығы, бүгінгі қуанышы құтты болсын, тойларыңыз той қыласын, жақсылық ұзағынан болсын деген ниеттеміз. Екі жасқа тек бақыт тілейміз. Іңкәр мен Еламанның қуанышына ортақтасып келіп отырмыз. Той қыласын ағайындар. Сәдіғожа Мошонның ән Сарбы деген сіздерге ән шашу болсын, қабыл алыңыздар. Біздің ауыл кетпеді, етегін қаяу, ерте шықсам ауылым, жетемін ғой сарбидай, сағынғалы қадамсыңда. Ақтың мақтан өмірде бір ескетсең есіктің алды талғайын, басында тұрмас жаздайын, қалғанда есім түскенде, сағынып соны да Сарбидай әні салғарым. Сенсіз жалғыз секілді өмір шіркін Сарбидай, сағындым ғады қадамсыңда. Ақтарыл қалыстан барғаным баяу, Кермарал той керіліп шықсаң шіркін Сарбидай, қадамсыңда. Есіктің алды талғайын, басында тұрмас жаздайын, қалқада еске түскенде, сағынып соны да Сарбидай әнін салғарым. Есіктің алды қарағай, қалқаның өмір жарарай, қалқада еске түскенде, от болып жүререк, жоқ болып жүререк жаннада. Қалқада еске түскенде, от болып жүререк, жоқ болып жүререк жанау.
қуанышымызға сіздермен бір тамаша ойынымызға да кезекте ұсынатын боламыз. Баяғыда Бұқар Жырау бабамыз жырлап өткен екен. Жал перуі қаба деп жабыдан айғыр салмаңыз, қалың бала арзан деп жаман қатын алмаңыз. Жал перуі қаба деп жабыдан айғыр салсаңыз, жауға мінер ат тумас, қалың мала арзан деп жаман қатын алсаңыз, топқа кірер ұл тумас деген екен. Сондықтан да бүгін міне Еламанымдарыңыз өскен өнген текті жерден, текті әулеттен қыз алып жатыр. Қазақта тағы да бір керемет сөз бар. Атадан алтау туады, алтаудың ішінде біреуі абаданы туады дейді. Абадан деп біз қазақ арыстанның еркегін атайды екенбіз. Ал абат деген сөзді парсы тілінде аударғанда көркем деген мағынаны білдіреді екен. Сонда атадан туған алтаудың ішіндегі абадан тәрбиелеу керек. Ертең абаданы өсіп, таққа мінген кезде қалған бесеуі атқа мінеді екен. Сондықтан да бүгін осы Еламан мен Іңкәрдің шаңырағында абаданды ұл-қыздар көп болсын, қадірлі. Секрет болсын баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан келіндерге роддомда топырлаған очерк болсын, бір қош емес аға. Рахмет. Ал енді қадірлағай деп тұрғанда сөйлей берсек, баяндама тұра берсек, аялдама көп сөйлеп созбайық, әдеттен озбайық. Бүгінгі осы әулетіміздің бұрыннан қыз алысып, қыз берген, мың жылдық құда болған осы әулеттің сарышек, генерал, адмирал, барша құдалар, құдағилар, құдашалар аттарыңыз атап түстеріңізді түсіріп жатыр, қажеті жоқ. Мен осы әулеттің генерал құдасымын, сарышек, бауыздау құдасым деген барша құдағилар билеп тойдырды. Келіңіздер, ақ тілекті айтып беріңіздер. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Мына жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Жеңісхан, Кімкен, құлағысы бір жағы. Мына жасап жатқан тойлар құтты болсын, балалар бақытты болсын. Әрқашан осы жайған дастархандарын тойдан жиылмасын. Күнде думан, күнде той, күнде ойын, күлкі болсын. Жүрген жерлерің береке болсын. Мына балалғалы келіп жатқан құда-құдағилар, мына төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Сіздер енді мына бір жаман жерге деп құда болып жатқан жоқсыздар. Бұл Жеңісхандардың анау арғы ата-бабаларынан бері қарай қазақ бір кеңпейіл адамдарды айтушы еді. Сабазым деп. Бұлардың әке-шешелері үлкен кішілермен мәңгі бірге жүріп, бірге өсіп, бірге басшылық болған бұлардың үлкендері солардың қол астында да істегенбіз. Бұл кісілердің үлкен кішілер туып сабаз, жер жылса жылмайтын, сондай кеңпейілді, дархан көңіл асыл адамдар еді. Осының енді артында қалған осы ұрпақтарының бүгінгі осындай тойлары жасап жатқан. Бақытты болсын балалар. Әрқашан балалар бақытты болыңдар, бақыттан бастарың айлансын. Әрқашан дендерің сау болсын. Елдеріңе, елеулі халықтарға қалаулы азамат болыңдар. Берекелі бірлік болыңдар. Ынтымақ түбі күншуақ, береке түбі мерекеде. Береке болса бәрі болады, ынтымақ болса бәрі болады. Береке болса осы отырған халықтың, Жеңісхандардың жасап жатқан тойына жиылу себебі де сол берекенің жақсылығы, халықтың ынтымағы, көптің көмегі. Сау болсын қарақтар. Тойлар той қылсын. Әумин. Құда рахмет. Айтқан ақ тілегіңіз қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Келген қадамдарыңызға біліпсін. Ал Жеңісхан, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Балалар бақытты болсын, шаңырақ биік, босағасы берік болсын. Әрқашан бәріңіздің бастарыңыз осындай қызықты той болсын, тойдан кенде қыласын. Рахмет. Әумин. Ойынымызды ойнаймыз, одан кейін қысқа бір тілек ұсынып баршамыз үзіліске тұратын боламыз. Оған дейін Жеңісхан ағам қайда? Сіз үшін до конца баратын, тойды көтеретін, биге қатысатын, билейтін бір болады ғой сондай бір қонақтар. Кім бар? Кім бар?
Думан дейді. Думан аға кел. Досыңыз ба? Думан досым. Әне? Ойбай. Тоқан дейді. Тоқан кеш. Сіздіңіз шығарып атқан адам. Шығар музыканттарды. Әне? Canım мәшине тағым деген келіңіз ана ағалардың қасына тұрыңыз. Мына Гүлчан дейді. Ой, кеші Гүлчан. Апа, жібермей. Нервім ауырғанайыз. Тағым бар. Жадыра! Опа, кел. Сабира! Ой, көрсетші Сабира. Жеңісхан ағамның атынан. Қазір енді мен 1, 2, 3 деген кезде бір орындықтан алып келіп, мына жерге тізіп отыра қалатын боламыз. 1, 2, 3 кеттік ал. Бір орындықтан. Бір қатарға, бір сапқа. Кромстың иесі болса, сыртқа шығып кетсе, мәшинесі кедергі жасап жатыр екен. Жарты сағат, 1 сағат болды күтіп тұр. 082 қызыл кромс. Ал енді қазір бұлай болады. Ойынымыз қарапайым ойын. Қиын ештеңесі жоқ. Ойынның аты орысша айтқанда алфавит, қазақша айтқанда әріп. Қазір сіздер орындарыңыздан тұрып билейсіздер, мен бір орындықты алып тастаймын. Сосын музыка өшеді, мен А деген кезде осы залдан кез келген нәрсе, Адан келетін нәрсені алып келіп, орнымызға отырып үлгереміз. Кім үлгермей, сол ойыннан шығады. Не алып келдіңіз? Бауырсақ. Сіздікі бауырсақ. Не? Кім дейді? Жаным деді. Бауырсақ келіп отыр. Бағанағыдай кәмпит әкелгендер бар шығар. Бакал. Сіздікі не? Ірімчік, молодец екен. Логикасы бар. Бәрі жүріп жалғыз сөзін қойын. Жарайды, ақсақ жайғаса беріңіз, бакалдарды орнына қояйық. Рюк жоқ екен, халал қойып қояйық. Жібер майысқа. Oh,
Жанар Мәшин. Сіз орындық алып келдіңіз, отырып үлгермедіңіз, иә? Ана орындыққа келіп отырсаңыздар да болады ма? Все, стоп. Көке, неғып тұрсың? Ж. Костюмге отыра салсаңыз болады ғой. Жасыл көйлек костюмда. Не? Жапырақ. Сен молодец, жаным, ағам молодец, бірінші. З. Молодец. Не болды? Жаным, әппағым. Ойнасы кеттің ба, әппағым. Не? Молодец. Тұрамыз. Сіздің атыңыз кім еді? Думан, сіздікі? Күлча. Думан ағам жеңсін дегендер бар ма? Күлчан жеңгем жеңсін дегендер бар ма? Адан керегі заттар жинаймыз. Көмектесеміз. Қазір санаймыз. Сіздікі, тәтеміздікі, мынау не? Ақ қағаз біреу, алма екеу, алтын үшеу, алқа төртеу, айфон бесеу. Ақсу? Ақсу. Жетеу және. Болды ма? Жаным әшейін ағам, не деп екенсің сен? Не? Ақтарақ. Ақтарақ біреу, айна екеу, Олимпий үшеу, айфон төртеу, алқа бесеу, ақша алтау, алтын жетеу, аромат 8, тарелка не атшы мұнда? Ақтар еді. Ағамыз ауыз емес о. Енді Кейдей, екеуіміз киноға дейін келдіңіздер ғой, екеуімізді бөліп жармайық, мына бағана ағамнан алған ақшам, екеуімізге 5-5 мыңнан бөліп берейікші бүгінгі тойда. Осындай той сіздерге де жұмысты болсын. Ағам неше келе қош емес о. Күресіп ұстап әрқайсысын 10 сағат сатып алсаң да, уақытты сатып ала алмайсың. Уақыт қатал уақыт, тастада тастар уақыт, босқа өткен уақытым жанымда жатыр жылатып деген екен. Бірлеп қуаныштай біздікі болғанмен алтын уақыттарладыкі, сондықтан да алтын уақытымызды алмайық, тағы бір тамаша қысқа да нұсқа тілегімізді ұсынайық. Осындағы ауыл үлкендер қауымы ата-апалар аттарын атап түстеп жатудың қажеті жоқ. Мен ауылдың үлкенімін, мен ауылдың қариясымын, мен ауылдың ақ жаулықты анасымын деген барша қонақтар билеп көтерілді. Келіңіздер. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Жеңісқан дәген той құтты, берекелі болсын. Балалар бақытты болсын. Биік шығынан көңіл бала нәсіп етсін. Ұзағынан болсын.
Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Ауылдас бауырымыз Жеңісхан Бәкеннің тойлары құтты болсын. Қызымыздың барған жері баянды болсын. Босамасы берік болсын. Күйеу баламыз да серік болсын. Зылиханның жүсіптей тату болсын. Баянды бақытты. Алла ерлігін кеткен халқым шарақтары биік болсын. Өз ұлыларының алды болсын. Ең бірінші екеуін тату болып, бірінші Алланың татуын нәсіп етсін, екінші ата-анамның көбін сыйлап кішіні құрметтеуді Алла нәсіп етсін. Үлкен өз құраларының артында болып, кейін қорбағын баянның бақытты семья болуды Алла нәсіп етсін. Құрметті тойға келген тойшыл қауым, келген қарындарымызға Алланың нұры жаусын. Екі бала бақытты болсын. Бәкен Жеңісхан алғашқы жасап жатқан тойларың құтты болсын. Балаларың екі жақта қалған апайлар болды. Енді бір балаң екеу болды. Ұлың болды, көмекші болды. Келіп тұрады. Екі ортаға көрмей болды. Балаларың бақытты болды. Шаңырағы биік болса, асы берік болсын. Тым олысы ауып жатырмыз, солдар ерсектердің қызықтары көріп келіп жатырмыз. Балаларына баламен барған жерде қыз бала бақытты болады деп бармайды екен, барған жерін бақытты қылам деп барады екен. Барған жеріңді бақытты қыл. Айтады ғой, бір сермесен қолыңды мықтап серме, екі серме, өміріңді бетпе бұлдыр деп. Өміріңді бұлдыр етпе. Тас түскен жерді ал дейді, барған жеріңе мықты бол балам. Барған жерінде жаман емес көрінеді, келген құдағыларында қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Балаларыңыз бақытты болсын, тойдан той қыласын. Алла тағалаға тойлы кезіңе жақсы аман болыңыздар. Рахмет апа. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah'ın adını бастайын. Жеңісхан Бәкен жасап жатқан тойың құтты болсын. Екі бала бақытты болсын. Дені сау. Өз қатарлы бір үлкен ақ орда ұстаған отыр екен. Орда болсын, орда болады. Баладарың қашанда екі баладарың биіктен көріңдер, өздерің арасатады. Рахмет. Әумин апа. Ассалаумағалейкум, жалпы тойға келген ағайындар. Келген қарамдарыңызға гүл жаусын. Жеңісхан Бәкенді жасап жатқан тойларың құтты берекелі болсын. Соңының толығы, шөбінің шегілі болған балаларының өмірінде алақандарынан ұшырып, мәпедеп бағып-бағып, жұттарында қолды болсындар. Екі бала бақытты болсын, барған жерінде бақытты баянды болсын. Баршаларыңызға осындай той жұмысты болсын. Жалпы тойдан келді қылмастырады. Рахмет боламыз. Келіңіздер. 1, 2, 3. Фотографируемся, фотографируемся. Ай, рахмет. Ал енді ауылдың үлкендері ата-бабалар берекелі бақыластырған басынан орын алайық. Жомарттығы, кектігі көпке мәлім сенсің менің киелі дастарханым. Бір салтымдар мәңгілік ақтап қалған, айыпталсам аладау ақтап қалған. Қанша менен болған мен атам қазақ, дастархан ешкімге таптап қалған. Дастарханнан өткен өсе, дастарханнан кеткен қасиет жоқ. Біз қазақ айбаттанған арыстанның алқынан алып, қайбаттанған қасқырды жерге қасыртып қақпа, қараман түрлі қарасуға да баталған текті қазақ ұрпағы болғандықтан батамен отырған дастарханымызға елді әкелгенде батамызды алсақ. Kralırsın Kadirata, Kadir'ın kıyanaştır gelişleri yarasın. Toyların toyulaşsın, banalar bakıtlı olsun. Her kaşanın hastalığı aman değilleri sağlık. Toyların toyuğa ulaşırız. Allah'u akbar. Amin. Бүгінгі осы би алаңы сіздердің құрметтеріңізге ашып беретін ресторан. Той құтты болсын, сіздердің құрметтеріңіздің жалпы қазақ туыс қой. Туыстығымыз ажырамас деген ниетпен сіздердің құрметтеріңізге. Барша ағайын туыс бауырға құрметіне. Аса ортаға биге.
шешсеңіз жаға ма? Көрермені ақандай ұлы келділердегі. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, жаратқан жары болсын төбемдегі. Ісі басынан бұл күні балам басқан толғына бақыл сұрап, замандастан арыс қазақ жігітетін амбасиет, ассалаумағалейкум деп амандасқан. Сондықтан да осындағы алтыннан ардақты, күмістен салмақты, арыстандай айбаты бар, жолбарысы қайраты бар, Қазақстан елі бар, қасиетті жері бар, жәннаттай даласы бар, ибалы баласы бар, ақжаулықты анасы бар, алматыдай қаласы бар, тәп-тәтті тұзданған қылықты қыздары бар, жарқылдаған айлығы бар, қарқылмаған байлығы бар, гүлденген бақшасы бар, доллары ақшасы бар, құдайдың патшасы бар, жомарт жүрегі бар, ақ ниет тілегі бар, ақылды ойлары бар, қарқылмайтын тойлары бар, қызықты тағдыры бар, ойлағанның барлығы бар, адалдықпен жиғаны бар, жүрегінде иманы бар. Осындағы қой мінез, қасқыр намыс, қарға тамыр терең өмірі өлең өзі қазақ сөзі ғажап. Дархан ауырын Құдай осы қостаған ғалама сұл халқыма, ассалаумағалейкум деп теңіз үйді отбасатын, жамандықтан қашатын, бүгінгі тойды басқаратын, алдыларыңызда адамдарды арбамайтын, адамдарды алдырмайтын, бұйырған кетпейді деп тамақтандамайтын, өлең оқса тоқтамайтын, сәсеуі жаттамайтын, 30 шақты өлеңмен қайыратын, өміріңізді жандай жайлатын, қазіргі жастар тілімен айтқанда, әңгіме айтуды айыратын, жамандықтан айығатын, таңданға жалғайтын, тойдыманан қалмайтын, әкесінен алмайтын, ақан өмірза, ұлдарыңызбен болам. Ассалаумағалейкум! Адылар тоқтамай таңға дей сөйлей береді екенбіз. Баяғыда мен секілді бір тамада ағамыз ұйықтап жатса, әйелі шапалақпен бетінен тартып жіберіп, ағамыз ұйқысынан шошып оянып, әйеліне қарап, жаным есің дұрыс па, неғып ұрып жатсың десе, жеңгеміз айтады дейді ғой, өзі ғой түсінген шапалақ дейді. Сондықтан да түсімізден сұрайды, шапалақты кісіден сұрасақ айып етпесіздер қадірлі. Ал енді Мұхаммед ұлдарын сіздердің құрметтеріңізге ауылға сағыныш деген әнді орындап берсін. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз дәмде, той қуаныш құтты болсын батылаған үміт. Сенсің менен бір туғанға, ұқсайды мінез құлқым бір туғанда, анамның саусағынан табы түскен ағатай жаңғалғанда құртын бар ма? Анамның саусағынан табы түскен ағатай
керемет сөз бар. Қазір ғана қатты ойнадық, күлгенде де қуанышқа тоймадық. Қай сөзді айтушы жаралған, бірақ соны айту керек ойланып. Қыдырмейлі көшеде жүр гүл айтты, бірақ бұзға әңгімеңді мол айтпа. Отырғанда алаяқтың астында түлкі жайлы әңгімеңді мол айтпа. Сөйлеу керек мағыналы мәнді де, бірақ олай ұнамайды әңгіме. Молдаменен сұхбаттасып отырып, арақ жайлы айтпау керек әңгіме. Едемейді құрдасына құрдасы кейбір сөзді жамандықты бұрмасы, бір орманның кетуіне өртеніп, бір сіргенің жетіп жатыр бір басы. Барлығы да Мұхаммедтің үмбеті өзгелерден жоғарылау құрметі, тойға келген әр мұсылман адамның тәтті қылып тілек айту міндеті деген екен. Сондықтан да қадірлі ағайын, біз қазақ тойды асқанымыздан, тасқанымыздан, не болмаса сасқанымызды жасамайды екенбіз. Біз қазақ тойды үлкендердің берген ақ батасы мен ағайын туыс бауырдың айтқан ақ тілегі бүгінгі шаңырақ көтеріп отырған жастарымызға қабыл болсын, негіз болсын, болашаққа мақсат, мұрат болсын деген ниетте жасайды екенбіз. Сондықтан да бүгінгі студияда қуаныш тойымыздың екінші ақ дастарханның ақ тілегін шымылдығын ашсақ деген ниеттеміз. Бауыр десең дерегім бұрып тұрар, көзі көрсе көңілім жылып тұрар. Ей ағайын, шама болса сыйласайық, алыс кесе арамыз суық тұнар. Байлықпенен дүние құнық тұрар, байқамасаң одан көп бүлік шығар. Қу тірлікке құмартып құл болып кетсең, бірге туған бауырды ұмыттырар деген екен. Сондықтан да осы бұдағы бірге туған бауырлар қауымы, аға жеңгелер, әпке жезделер қауымы аттарын атап түстерін түстеп жатудың қажеті жоқ. Мен аға жеңгесімін, мен әпке жездесімін деген барша бауырлар билеп той төріне келіңіздер, ақ тілекті айтып беріңіздер. Ассалаумағалейкум, тойға келген қауым, келген қадамдарымызға Алланың бір жаусын. Жеңісхан аға, жеңге, жасап еткен тойларымыз құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Қардасымыз барған жерінде бақытты болсын. Шаңырағы биік болсын, тозағасы берік болсын. Егеменді еліміздің көз сүйіндірер отбасы болсын. Алла тағала жолдарын ашық қылсын, тәрәзілаққа ашық қылсын, қуанышқа жеткізсін. Той құтты болсын, барлықтарыңызға жолысты болсын. Тойға келген тұңғыш бала, жасалған тойымыз той болсын. Жеңіскен аға, әкем, жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Іңкәрсінің ұшқанда қанатын қалмасын, мұнда көтеріп жатқан шаңырағың биік, босағың берік болсын. Өмірдегі сабаға жастықта тілегіміз бақытты болады. Рахмет. Жеңісхан аға, әкеже, тойларыңыз құтты болсын, құда құтты болсын, мың жылдық болсын, күйеу жылдық болсын. Сіңілім Іңкәр, кішкентай ғана еді, қарап қимай тұрмыз, барған жерінде бақытты болып, күйеу ағасын тапсырамыз. Көтерген шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын, атауларың орда болсын, бақытты болыңдар. Қазіргі қонақтар, барлықтарыңызда осындай той болсын, тек жақсылық болсын. Аға жеңге, тойларыңыз құтты болсын, әрдайым дастархандарыңыз жақсылыққа жетсін. Екеу деген жүректегі егіз жыр, екеуіңсің ата-анаға көрік нұр. Екеуіңді жолықтырған осылай махаббатта мөлдіреген сезім кір. Екеуің де екі ауылдың еркесі, көңілдесін қара жаның бұл кеші. Деп тілейміз қош жұбайға мәңгілік, құтқа толсын махаббаттың өркөсі. Құтқа толсын махаббаттың өркөсі. Бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға келген қонақтар, келген қауымдарымызға Алланың нұры жаусын. Жеңісхан аға, әдетте бүгінгі мынау аққудай аялап өсірген қыздарыңызды
құттықтау мына қондырған отқан қуаныш сәттеріңіз ұзағынан болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Екі жасқа бақыт тілейміз. Алла Тағала олардың сіздердің өміріңізде қуаныштар болсын деп, сіздерге қуанышқа бөле берсін деп тілейміз. Жаңа келген құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Алла Тағала сіздерді осы келген құдаларыңызды, құдалықтарыңызды жақсы, қайырлы құдалықтардан етсін. Еламан, Іңкәр, сендерге бақыт тілеймін. Еламан, қош келдің қатарымызға. Әңгімеңіз бар біліп болады. Екеулерге мәңгі бақыт тілеймін. Осы жерде қазір қалай отырсаңдар, енді бір 50 жылда, 50 жылдықтарында тойлап осылай отыруын сендерге нәсіп етсін. Бақытты болыңдар. Үлкендерді ар жақтың, бер жақтың, екі жақтың үлкендерін риза қылып, сол кісілердің разылығын алып жолын сендерге нәсіп етсін. Жолдарың ашық болсын, бақыттарың баянды болсын. Сендер үшін қуаныштымыз, бақытты болыңдар. Енді қазір біздің атымыздан, бажаларымыздың атымыздан Айдар бажамыз жақсылап береді, ән орындап береді. Рахмет. Бажаларымызды бажалар. Аға дәде, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі күн есте мәңгі сақтар күн, түйініндей алып шыққан хаттардың нұрын құшып, мана ораған ақтарының екі жүрек бірін-бірі тапқан күн. Армансыз адамзатқа табыс қайда, бір арманға ауыспай ма? Біз неге қуанышпен толқымайық, қош жүрегі екі жастың қауышқанда. Демек мінекей екі жастық шақтың қымбатты бір кезеңін өткеріп, болашақ тағы бір алтын баспалдарына қадам тастап бара жатқан осы сәтінде көңілдерінің жырға, жүректерінің нұрға толып, айдынның қос ақылындай адал махаббаттарын сақтап, ел жұртының тілегін ақтап, ата-аналарға сыйлы, дос-жарандарына қадірлі болып, мәңгілік мерей құша берсе екен деген ізгі тілегімді білдіремін. Ақ босағаларың берік болсын. Рахмет. Келіңіздер, бүгінгі Еламан, Іңкәр, Еламан. кеммен жүзден өте бақыттымын. Өмірлеріңізде бақытқа, қуанышқа толы сәттер көп болсын. Өмір тек сіздерді қуанышпен, бақытпен жетелесін. Рахмет. Жылама. Бұл Іңкәр ертең кеуде тимей 30-ға 40-қа келіп отырып қалса, жылағаны бүгін сонда болады. Қамна керісінше қуану керек міне. Қызды қияға қондырып жатырмыз, ұлды ұяға қондырып жатырмыз. Күшті емес па, Тағы кім бар? Болды ма? Қалғанымыз қосыламыз ғой. Ал енді бүгінгі міне бауырлар қауым айтқан ақ тілектеріміз қабыл болсын. Мына заман биігінде тұрсын. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сіздердің құрметтеріңізге бірінші көріп, 1 минут 17 секунд жібермейсіздер. Мен қызығып жүрсің